Бұл өзара кикілжіңге келген жандар, Құдай қосқан көршілер. 15 жылдан бері бір шатыр астында тату тәтті ауызбіршілікте өмір сүріп келді. Алайда бір күні араларында келіспеушілік туындайды. Үшінші қабаттағы жан ас үйінде құбыр тесіліп, астыңғы көрші үйіне өтіп кеткенін білмей қалады. Төбесінен су сорғалап, бөлмелеріне зиян келген жан ашуға беріліп, көрші арасында дау туады. Арыз сот кеңсесі арқылы татуластырушы судьяға беріледі. Азаматтық процестік кодексінің нормаларына сай, соттағы татуластырушы судья 10 жұмыс күні ішінде тараптардың қатысуымен соттағы медиация бөлмесінде дауды бітімгершілік жолмен шешу жолдарын түсіндіреді. Бұл сотқа дейінгі татулық алаңы деп аталатын бөлмеде ашудың дұшпан, ақылдың дос екендігі айтылып, ауызбіршілікке шақырады. Әрине, тоқшылық заман, бейбіт өмірде екі көршінің болмашыға сотқа жүгінуі қазақтығымызға сын. Көршісін құдайындай сыйлаған атам қазақ, көрші ақысы тәңір ақысы демеді ма? Егер де бітімгершілік болмаған жағдайда сотқа істің қаралуы созылып кетуі мүмкін. Іске нүкте қойылғанға дейін бірнеше сот отырысы өтеді. Қайта-қайта жұмыстан сұранып, кәсіпті тоқтатып, жеке тіршілікті ысырып қоюға тура келеді. Мемлекеттік баж төлейсіз, сот шығынын өтейсіз, заңгер жалдайсыз, жол шығыны болады. Дау сіздің пайдаңызға шешілетініне еш кепілдік жоқ. Екінші тарап туысыңыз, досыңыз, қызметтесіңіз болса, екі арадағы қатынасқа, сыйластыққа, әріптестікке нұқсан келеді. Бастысы жүйкеңізге қатты әсер етеді. Кешегі туыс, бүгінгі жау, кешегі дос қасқа айналуы мүмкін. Екі көрші бір мәмілеге келді. Зиян шеккен тарап көп шығынды талап етпейтініне көз жеткізгеннен кейін, екеу ара ортадан құбырларды түзетуге келісті. Ең тиімді жолын көрсеткен татуластырушы судьяның кеңесі қанағаттандырып, дауға нүкте қойды. Яғни тараптар медиациялық келісімге келеді. Кемшілігімізді түзетіп, кеңшілігімізді көрсеткеніміз абзал. Татуласу дауды шешудің ең тиімді әдісі. Бүгінгі болғандай дау соттың ұйғарымымен бекітілгеннен кейін ертеңгі күні екі тараптың да құқығы бұзылмау керек. Өзіне міндеттеме алған тарап ертеңгі күні оның толық орындалуына жауапты. Өз тарапынан ерікті түрде орындалмаған жағдайда талап қойған тарап сотқа келіп арыз беруге құқылы. Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық сотының статистикасына сүйенетін болсақ, соңғы 3 айда соттағы татуластырушы судьяларға 250 талап қою арыз берілген. Олардың 56-сы бойынша дау бітімгершілікке келіп отырып аяқталған. Яғни істі қабылдау сатысында тараптармен түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Дауды соттан тыс және сотқа дейінгі шешу мәселелері қарастырылған. Татулығы жоғалған елдің тыныштығы да жоғалатынын жақсы білеміз. Бітімгерлер ісі қоғам өміріне соңғы жылдары енген құбылыс емес. Екі жақты татуластыру, дауды екі тарапқа да тиімді етіп шешу ата-бабадан қалған іс. Қазақ қоғамындағы даулы мәселелерді екі ауыз сөзбен шешкен аузы дуалы билер халқымыздың бірлігін, ауызбіршілігін, жеріміздің тұтастығын сақтауға бар ақыл ойымен, күш-жігерін жұмсағаны белгілі. Ендеше дауды сотқа дейінгі және соттан тыс шешудегі мемлекеттік бағдарлама аясында ашылған медиация бөлмелері де ізгілерден қалған игістің жалғасы. Қоғам санасын ұлттық құндылықтар негізінде заман ағымына сай бейімдеп жаңғырту баршамызға жүктелген ортақ міндет.